Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 108-ші сабақ 2 немесе 3 амалдан тұратын әріпті өрнектерді салыстыру тақырыбы. Бірінші тапсырма. Теңдік тура болатындай етіп, әріптің орнына сан қой. Бірінші теңдікке қараймыз. Теңдіктің екі жағында да 4 көбейту 2 берілген. Ол екеуі тең болады және 3 көбейту 5 берілген. 3-ке 5-ті көбейткенде 15 болады. Ал келесі жағынан 15 шығу үшін 3-ті 5-ке көбейтеміз. Демек, А-ның орнында 5 деген сан болады. Сонда А тең 5 болады. Келесі теңдікке қараймыз. Жақша ішінен 6-дан 1-ді азайтқанда 5 болады. Екінші амал 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20 болады. Үшінші амал бөлу амалы 20-ны 5-ке бөлгенде 4 шығады. Демек, бізге келесі жағынан да 4 шығатындай етіп, с-ның орнына бір санды қоюымыз керек. С-ның орнына 1-ді қойсақ, 2-ге 1-ді қосқанда 3 болады. 3-ті 4-ке көбейткенде 12 болады. 12-ні 3-ке бөлгенде 4 болады. Демек, с тең 1-ге болады. Екінші тапсырма. Салыстыр. А қосу 53 қосу 6. А-ны жазамыз. 53-ке 6-ны қосамыз. 59 болады. Келесі жағында А қосу 57 қосу 6. А-ны жазамыз. Қосу 57-ге 6-ны қосамыз. 63 болады. Екеуінде де А бар. Оны бірдей санды есептейміз. Бірдей санға 59-ды қосқан артық па, әлде 63-ті қосқан артық па? Әрине, үлкен санды қосқан артық. Сондықтан А қосу 57 қосу 6 өрнегі артық болады. Келесі, екеуінде де азайту 3 бар. Бірдей санға 40-ты бөлген артық па, әлде 30-ды бөлген артық па? Әрине, үлкен санды бөлген артық. Сондықтан 40 бөлу Б азайту 3 өрнегі артық. Келесі, бірінші 14-ті 2-ге бөліп аламыз. 7 болады. Көбейту жақша ішінде А қосу 4. Мұнда 18-ді 2-ге бөлеміз. 9 болады. Көбейту 4 қосу А. Жақша ішінде А қосу 4 немесе 4 қосу А екеуі де бірдей санға тең болады. Сонда бірдей санға 7-ні көбейткен артық па, әлде 9-ды көбейткен артық па? Әрине, үлкен санды көбейткен артық болады. Келесі, 6 көбейту А бөлу 12-ден 8-ді азайтамыз. 4 болады. Ал мұнда 6 көбейту А бөлу 3-ке 2-ні қосамыз. 5 болады. Демек, 6 көбейту А екі жағында да бар. Оны бірдей сан деп есептейміз. Сонда бірдей санды 4-ке бөлген артық па, әлде 5-ке бөлген артық па? Әрине, кіші санға бөлген жағы артық болады. Үшінші тапсырма. Салыстыр. А есебі 2 көбейту Б қосу 2. Мұндағы Б 8-ге тең. Жазамыз. 2 көбейту Б-ның орнына 8-ді жазамыз. Қосу 2 болады. Келесі жағында 2 көбейту 9. 2-ні 9-ға көбейткенде 18 болады. Ал мұнда 2-ні 8-ге көбейткенде 16. 16-ға 2-ні қосқанда 18 болады. 18 тең 18. Екі жағы тең болады. Ә есебінде 9 көбейту 4. 36 болады. Ал мұнда 9 көбейту К азайту 8. Мұндағы К 5-ке тең. Жазамыз. 9 көбейту 5 азайту 8. 9-ды 5-ке көбейткенде 45 болады. 45-тен 8-ді азайтамыз. 37 болады. Ал мұнда 36. Демек 37 үлкен болады.
Б есебі С бөлу 3 азайту 1. Мұндағы С 12-ге тең. С-ның орнына 12 деп жазамыз. 12 бөлу 3 азайту 1. Мұнда 12 бөлу 4 қосу 2 болады. 12-ні 3-ке бөлгенде 4 болады. 4-тен 1-ді азайтамыз, 3 болады. Ал мұнда 12-ні 4-ке бөлеміз, 3 болады. 3-ке 2-ні қосамыз, 5 болады. Демек, 5 артық. 4-ші тапсырма. Берілген өрнектерден бір тура теңдік және бір тура теңсіздік құр. А есебіндегі өрнекті және Б есебіндегі өрнекті пайдаланып, тура теңдік құрдым. Сонда 12 бөлу 4, 12 бөлу 4. Екеуінен бірдей сан шығады. Және А көбейту 4, 4 көбейту А екеуі тең болады. Келесі В есебіндегі өрнекпен Г есебіндегі өрнектерді пайдаланып, тура теңсіздік құрдым. А қосу 10, А қосу 10. Екеуінен бірдей сан шығады. Ал 3-ті 4-ке көбейткенде 12 болады. 4-ті 5-ке көбейткенде 20 болады. 20 үлкен болғандықтан 4 көбейту 5 бөлу 10 қосу А өрнегі артық болады. 5-ші тапсырма. Өрнектердегі әріптің мәнін тап. Әріптің мәнін теңдеу арқылы табамыз. 6 көбейтілген 4, 24 болады. Тең 6 көбейту x-ті жазамыз. Қосу 12-ні 2-ге бөліп аламыз. 6 болады. Ықшамдап жазамыз. 6 көбейту x тең 24-тен 6-ны азайтамыз. 6 көбейту x тең 24-тен 6-ны азайтқанда 18 болады. X-ті табамыз. X тең 18-ді 6-ға бөлеміз. X тең 3 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 6 көбейту 4 тең 6 көбейту 3 қосу 12 бөлу 2. Теңдеудің екі жағы да 24 тең 24-ке. Келесі есепте 5 көбейту аны жазамыз. Тең 5-ті 2-ге көбейтеміз, 10 болады. Қосу 5-ті 3-ке көбейтеміз, 15 болады. 5 көбейту А тең 10-ға 15-ті қосамыз, 25 болады. Аны табамыз. А тең 25-ті 5-ке бөлеміз. А тең 5 болады. Аны орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 5 көбейту 5 тең 5 көбейту 2 қосу 5 көбейту 3. Теңдеудің екі жағы да 25 тең 25-ке. Келесі есепте 7-ні 3-ке көбейтіп аламыз. 21 болады. Тең 7 көбейту x азайту 14-ті 2-ге бөлеміз. 7 болады. Ықшамдап жазамыз. 7 көбейту x тең 21 қосу 7 болады. 7 көбейту x тең 21-ге 7-ні қосқанда 28 болады. X-ті табамыз. X тең 28-ді бөлеміз 7-ге. X тең 4 болады. X-ті орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 7 көбейту 3 тең 7 көбейту 4 азайту 14 бөлу 2. Теңдеудің екі жағы да 21 тең 21-ге. Келесі есепте 8 көбейту аны жазып аламыз. 8-ді 5-ке көбейтеміз. 40 болады. Азайту 8-ді 3-ке көбейтеміз. 24 болады.
8 көбейту А тең 40-тан 24-ті азайтамыз, 16 болады. Аны табамыз. А тең 16 бөлу 8. А тең 2-ге. Аны орнына қойып, теңдеуді тексереміз. 8 көбейту 2 тең 8 көбейту 5 азайту 8 көбейту 3. Теңдеудің екі жағы да 16 тең 16-ға. 6-шы тапсырма. Есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Әсет әрқайсысы А теңге тұратын 3 кітап сатып алды. Әсет сатып алған кітаптары үшін неше теңге төледі? Есептің шарты: әрқайсысы А теңге. Саны 3. Барлығы белгісіз теңге. Барлығын анықтау үшін Аны көбейтеміз 3-ке. Демек, жауабы А көбейту 3 болады. 7-ші тапсырма. Салыстыр. 4 көбейту Б бөлу 4-ке 1-ді қосқанда 5 болады. Мұнда Б көбейту 4 бөлу 3-ке 1-ді қосқанда 4 болады. 4 көбейту Б, Б көбейту 4. Екеуінен бірдей сан шығады. Енді бірдей санды 5-ке бөлген артық па, әлде 4-ке бөлген артық па? Әрине, кіші санға бөлген жағы артық болады. Келесі 42-ден 26-ны азайтамыз. 16 болады, бөлу В көбейту 4. Ал мұнда 42 азайту 26. Бұл да 16 болады, бөлу Б көбейту 5. 16 бөлу Б, 16 бөлу Б. Екеуінен бірдей сан шығады. Бірдей санды 4-ке көбейткен артық па, әлде 5-ке көбейткен артық па? Әрине, үлкен санға көбейткен жағы артық болады. Ойлан тап. 8-ші тапсырма. Аулада 3 метрлік 20 бөрене бар еді. 1 метрден кесіп отын дайындау үшін олардың барлығын неше рет кесу керек? Бізге суретте 3 метрлік бір бөрене берілген. Оны 1 метрлік отын дайындап кесу үшін 3 бөлікке бөлеміз. 1 метр, 2 метр, 3 метр. Сонда біз 1 жерінен кесеміз, 2 жерінен кесеміз. Демек, 1 бөренені 2 рет кесеміз. Сонда 20 бөренені анықтау үшін 2-ні 20-ға көбейтеміз. Тең 40 болады. Жауабы 40 рет кесу керек. 9-шы тапсырма. Өрнектердің мәніне сәйкес әріптерді кестеге жазсаң, Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдікті білесің. Өрнектерді есептейміз. 2 қосу 3 көбейту 6. Бірінші көбейтуді орындаймыз. 2 қосу 3-ті 6-ға көбейткенде 18 болады. 2-ге 18-ді қосқанда 20 болады. Демек, И әрпін 20-ның тұсына жазамыз. Келесі 5 көбейту 4 20 болады. Азайту 12. 20-дан 12-ні азайтқанда 8 болады. Демек, 8-дің тұсына Б әрпін жазамыз. Келесі 12-ні 3-ке бөлгенде 4 болады. 4-ке 21-ді қосқанда 25 болады. Демек, 25-дің тұсына Е әрпін жазамыз. Келесі 28-ді 4-ке бөлгенде 7 болады. 7-ні 2-ге көбейткенде 14 болады. 14-дің тұсына К әрпін жазамыз. Келесі 3 көбейту 3 9 болады. 9-ға 18-ді қосамыз, 27 болады. 27-ның тұсына Ә әрпін жазамыз. Келесі 20 бөлу 4 5 болады. Қосу 31. 5-ге 31-ді қосқанда 36 болады. Демек, 36 санына Ш әріптерін жазамыз. Жауабы
Қазақстанның қызыл кітабына енген өсімдік ол бәйшешек. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.